Саламатсыздар. С наступающим. Рахмет. Здравствуйте. Подарки на Новый год. Да. Рахмет. Проходите, можно там раздеться. Құрметті қонақтар, сәлеметсіздер. Құрметті Адина, құрметті Асыл. Сіздер қалай өмір сүресіз, қалай жаңалықтар бар. Насколько я знаю, в вашей жизни произошли изменения, и вы из очень тяжелой ситуации сумели выйти с достоинством. И вот можете поделиться с нашими подписчиками, с казахстанцами о том, что если человек на месте не сидит, все время старается, он все равно найдет путь, где сможет улучшать свое качество жизни и находить какие-то решения проблем, которые ранее он не видел. Өте қызық болады, пожалуйста, поделитесь вот с нашими подписчиками. Рахмет сіздерге. Бүгінгі мынау өздеріңіздің бағдарламаға шақырып бізді сұхбат алғыларыңыз келіп жатыр. Әрине өмірде барлық қиыншылық болады, бірақ та сол қиыншылықтарға қарамай мынау баспалдақ үстін басып келе беріп, біз қазір өзіміз армандаған жетістіктерге жетіп жатырмыз. Менің есімім Адина, өзім 6 баланың анасымын. Қандай да бір өзімнің мақсатымды орындау үшін, жаңағы бала шағаны бағу үшін, жаңағы өзінің қатарынан қалдырмау үшін, сол армандарға жету үшін тігіншіде болдым, торт та пісірдім, курьердай болып істедім. Енді бірінен соң бірін істеп келе беріп, соңында мен қазір арендаға машина алып, таксовкаға шығып кеттім. Қазір енді міне таксилік жұмысымды бірнеше жыл болды, атқарып жатырмын, Аллаға шүкір. Арендалық болса да, күніне 10 000 теңге біреуге берсем де, балаларымды өзім садиктарын алып барамын, қосымшаларын алып барамын, мектептен апарып әкелемін. Былай айтқанда менде еркін уақыт болғандықтан мен бәріне үлгеріп жатамын. Жұмысым да жүріп жатыр, бала шағыма да қарап жатырмын. Бір жерге кіріп жұмыс істейін десем, бала шағаның сабағы, тамағы бәрі қалайын деп тұр. Сол себепті осы қазір таксовкалық жұмысымды ары қарай атқарып жатырмын. Ол кезде Ли мырза депутат еді, сол кісінің көмекшісі бар еді, Нұркен мырза деген. Мен қатты бір қиналып, кредиттарымды мүлде төлей алмайтын жағдайға жеткен кезімде сол кісіге келіп мен көмек сұрағанмын. Мүмкін қандай да бір жолы бар шығар, азайтып бересіз ба жаңағы суммасын. Көмектесіңізші деп келген кезімде ол кісі кредиттарымның графигін жаңағы төлеу кестесін ауыстырып, мен суммасын азайтып, төлеуді ары қарай жалғастырдым. Бірақ та жүре келе мен түсіндім, мына уақытта, мына заманда кредитсіз өмір сүру деген кішкене қиындау ғой. Кәсіп ашсаң да, мысалы, өйткені нақты бір жинап қойған қаражатымыз болмағандықтан біз банкке тәуелдіміз. Сол себепті мен ары қарай түсіндім, мен шоттарымды ашу керекпін деген ой келді маған. Шоттарым ары қарай жабылып тұрса, менің жаңағы үлкен суммада қаражатым болмағандықтан мен кәсіпте аша алмайын деген ой келді. Мен бірінші мақсатым кредиттарымды жабу болды. Міне Аллаға шүкір жұмыс істеп, еңбектеніп, міне ертең мен шоттарымды түгелдей ашайын деп тұрмын. Одан ары қарай да менің жоспарым әлі де көп. Жаңағы 6 балаға берілетін кәсіп ашу үшін арнайы жер беріледі. Сол жерім бар қазір қолымда. Енді ары қарай сол жеріме апарып павильон қойғым келеді. Соны банк арқылы алып, Алла бұйыртса, шотым ашылғаннан кейін ары қарай жалғастырамын. Жақсы. Енді мен айта кететін болсам, менің есімім Асыл, мен 7 баланың анасымын. Менде де осындай жағдай, менде де қарыз, кредит деген көбейіп кетті. Сол себепті біз негізі Адина екеуміз бірге барғанбыз. Ли мырза депутат болып тұрған кезде кеңес сұрап бардық. По полочка түсіндіріп берді. Қатар-қатарымен, қайда бару керек екен, қайдан не сұрау керек екен. Сол кезде біз жаңағы барып, заявление жазып, график істетіп, кредитімізді қазір таңда төлеп, арестерімізді ашып, шоттарымызды блоктан шығарып, бізде сол каждый анаға берілетін жер бар. Сол жер магазин ашайық деп жатыр. Мысалы, қазір енді мен өзім таксистпін. Мен арендаға машина алам. Менде комфортный машина болған екен, менде кішкене доход көптеу. Мен межгород шығам. Көкшетау, Павлодар, Алматы деген алыс қалаларға шығамын. Бізде доход жақсы болады. Күнде 10%-ын откладывать отырам, чтобы дальнейшее бізде депозит ретінде стимулда для себя то, что депозит ашу керек, финанспен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты өзіңді тәрбиелеу жұмысы арқылы қазір өзіміз
жұмыс жасап, Аллаға шүкір, біз алдында келгенде прям ештеңе білмей, қағаз берсе қол қоя салап, сондай жағдайда жүргенбіз. Сол себепті бізге Ли мырзаның кезінде көмегі жақсы тиген. Заң жүзінде қазіргі состояние қарағанда бізде өзгеріс бар. Потому что біз өз-өзімізбен жұмыс жасап, қазір өкіметке алақан жайып отқан жоқпыз. Аллаға шүкір, өз-өзімізді дамытып, кәсіп бастап, жұмыс бастап, ешкімнен ештеңе күтпеу керек деген нені түсіндік та, тура жолға түсіп, өз маңдай терімізбен тапқан ақша өте берекесі бар ақша екен. Мынау айтады ғой, жүре-жүре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың деп. Сол секілді әрбір есікті қаққан сайын әйтеуір өзімізге керек нәрсені іліп алып, сол арқылы біз ары қарай түсіндік. Адам ешқашан тоқтап қалмау керек деген нәрсені. Қанша қиналып жатсақ та, басымызға не нәрсе келіп кетсе де, адам тоқтамай ары қарай әр нәрсенің кілті болады дейді. Сол кілттің шешімін табуға, тырысуға тырыстық. Сол себепті де міне Аллаға шүкір жаман болған жоқпыз. Бала шағамыз ел қатарлы, өте асып кеткен жоқпыз, өте артта қалған жоқпыз. Міне ел қатарлы алып келе жатырмыз. Көлік саласына кеткен себебіміз уақыт еркіндігі бар да бұл жерде. Ұйықтайым десең де, тұрам десең де, мысалы 2 күндік планды бір күнде істеп тастасаң, мысалы үлкен қалаға шықсаң 400 мыңдай доход табасында, оның да расходы бар, жолдың ақысы бар, бензинің бар дегендей. Бірақ одан да өзіңе қалатыны бар да, 50-50. Сондықтан еркіндік, өзіңнің уақытыңды үнемді бағалау. Жұмысқа шығасың, істеп келесің, и дальше бала шағаңа қарайсың, уақытың бос. Главное, бүгінгі планды орындау, ақшаны дұрыс жұмсай білу, бала шағаңа дұрыс тәрбие бере аласың да. Мысалы, қазір не көп, посудаға баратын болсаңда, целый день сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін өте мизерный ақша береді. Тағамда істедім, посуда жуатын болып, таңғы 8-де келем, кешкі 8-де қайтам, күніне 10 мың теңге беретін тұғын. Мен грязный посудада тұрдым, өте қазан, горячий тамақтарын, ыдыс-аяқтарын жудым ғой, өте ауыр қазандар. Белден бел қалмайды, денсаулық бәрі кетеді. Енді мына жерде өзіңе де қарайсың, денсаулыққа да қарайсың, өзіңнің біреуге тәуелді болмайсың. Қоса кетейін тағы бір. Бұл жерде біз адамдарға түсіндіргіміз келіп жатқан жоқ. Барлығын осы машинаны таңдап, тек таксовать етіп кетіңдер деген мәселе емес. Бізге өзімізге ұнаған сфера дейді ғой, өзімізге ұнаған жол осы таксовкалық жол болды. Адам қолынан қандай да бір жұмыс келсе, өнері болса, оны аянбай, егерде ниеті дұрыс болса, ары қарай іске асырса, түбіне жетеді сол мақсатына. Басты мақсат бізде осы қиыншылықтан шығып кету болды. Аллаға шүкір, міне қазір өзіміз қаншама жылдардан бері дос болып келе жатырмыз. Такси мамандығын таңдап кетіңіздер деп жатқан жоқ. Бұл жолдың да өзінің қателіктері бар, ауыр жолдары да бар. Трасса ошибок не прощает дейді ғой. Трассада өмірімізге қауіпті болса да, амал жоқ. Енді бала шағамыз үшін 12 жылдық стаж болған екен, рискованно шығамыз. Сосын кейін біз істемеген жұмыс жоқ деп айта аламын. Стройкада да істедік, продавец те болдық, пол да жудық, только торт та пісірдік, не істемедік, бәрін істейміз. Былай қарап тұрсаңыз, разнорабочий деп алса да болады. Қандай іс берсе де тиянақты қылып істеп бере аламыз да. Уақытымызды өте бағаламағанымызда кезінде, қазір сол қадіріне жетіп жатырық та. Біз енді қазір өзіміз араласқанымыз 4 жыл болды, достығымыздың. Екеуміз бір-бірімізге жақсы сыйысып, араласып кеттік та. Енді екеуміз ортақ бизнес ашқымыз келеді. Қазір жақын арада Құдай қаласа бізде дүкен ашамыз. Адинаның жеке дүкені, менің жеке дүкенім болады. Құдай қаласа ашуына шақырамыз сіздерді. Абай атамыз айтады ғой, қандай жағдай болса да еңбек ет, және де керек па есектің артын жуып ақша тап дейді ғой. Қандай қиындық болса да еңбек кезде ешкімнен ұялудың қажеті жоқ. Ешкімнен ұялудың қажеті жоқ. Ең бастысы сен тура жолда келе жатырсың, және өзіңді қамтып жатырсың. Ешкімнен ақша сұрап, ешкімге алақан жайып жатқан жоқсың. Жақсы, көп рахмет сіздерге. Жаңа жылмен құтты болсын. Рахмет сіздерге. Шын жүректен мықты денсаулық болсын. Пусть в ближайшее время откроете вы свои магазины, и пусть вот ваш частный бизнес разрастается, и дети тоже приобщаются к труду. Көмек сұрайтын едік қой кезінде.
Енді біз өзіміз мұқтаж жандарға көмек бергіміз келеді, өзіміздің бизнесті ашып, садақа бәле жалада сақтайды дейді ғой. Алушылардың қатарынан емес, берушілердің қатарынан болғымыз келеді. сол жағдайға жеткіміз келеді. Иә, алла қаласа біз оған жетеміз. Сәл қалды, біз біраз қиындықты өткен адамбыз, бұдан да өтеміз деп ойлаймыз. Сондықтан жақында біздің дүкеннің ашылуы болады. Алла қаласа көктемде, сол кезде сіздерді шақырамыз ашылуға. Жақсы, рахмет сіздерге. Очень полезно, очень позитивно. А то у нас все время такое напряжение в контенте. Вы внесли вот такую очень позитивную, нужную энергетику. Всегда наши двери открыты. Рахмет. Негізі бұдан да позитивный адамдарбыз. Бүгін сұхбатта кішкене қобалжып отырмыз. Бірінші рет беріп тұрған екен. Өзін сыйлаған адам, өзгелер оны құрметтейді. Сондықтан ешқашан өзіңді қандай жағдай болмасын, менің ақшам жоқ, менің қарызым көп деп өзің тастамау керек. Тығырықтан шығудың жолын табу керек. Біз енді ақылшы емеспіз, бірақ біз өзіміздің басымыздан өткен қиындықтардан қалай шыққанымыз бойынша айтып тұрдық та. Жақсы. Рахмет. Рахмет. Рахмет сіздерге.